қымбатты ханымдар мен мырзалар. Армысыздар, көңілі көктемдей әзіл сер ардақтағайын. Алатаудай көгі бар, көктөбедей белі бар, медеудей төрі бар ару алматылықтар. Және қонақтар. Қарасай Наурызбайдай батыры бар, Мұқағали Сүйінбайдай ақыны бар, асыл алматылықтар. Және қонақтар. Иә, әзілдің қымызын ішкен, Күлкінің күбізім сіскен, қалжыңның қордағын жеп, сатираның садағын асынған Шымкент шоу жастар театры. Бүгінгі Астана шашу театрына қош келіпсіздер. Ардақты ағайындар. Жіберіңдер тез. Жіберіңдер деймін сендерге. Қымбатты көрермендер. Аяғымды аспаннан келтірем, білдің бе? Менімен ойнаған екенсің. Ал енді күйеуім кім екенін білесің бе? Ал енді Күйеуімнің кім екенін білесің бе деймін? Кім деп қойды ғой? Күйеуім заправщик, ал не болып сонша? Қараса болады. Қымбатты көрермендер, келесі кезекте сәлемес пе жеңеше? Мен сендерге шақырыңдар деп едім ғой? сізге кім рұқсат берді? Мені шақырыңдар деген концерттің алдында. Шақырдық қойын жоқсызға қайда жүрсіз енді? Немене мені өліп қалды дедіңдер ме? Ана жерде жүргенме 2 сағат болды ғой. Ең кездерде 2 жігітті қойып қойыпты. Кірмейсің, көйлегің нашар деп қойды. Немесі нашар? Сонда мынау ма көйлегің? Мынау ма? Не мынау? Не? Қазақ киетін көйлек па сол? Ойбай, өздеріңше болып. Айтып қой, мен концерттің басына шығып бірдеңе сөйлеймін, сонан кейін бастай бересің, концерттерің керек емес маған деп. Енді өзіңіз жоқсыз ғой? Енді жеңеше, енді халық жиналып қалды, жоқсыз енді. Болды, мен келдім. Кете беріңдер енді. Бастайсыз ба? Бастайын. Бастасаңыз, біз тұра берейік қасыңызда. Тұрмайсыңдар. Сендер менің сәнімді бұзып тұрсыңдар, кетіңдер. Давай. Кругом шагом марш. Жүрістеріңдерші. Ойбырмай, әлде қандай болады ей, концертіңе шығып бірдеңе айтып кетейінші дедім де мен. Просто мен осы қазір концерттерге шығып, осы концерттің алдында шығып, халыққа үгіт насихат жасап жүргем ғой мен негізі. Қорқпаңыздар, депутат болайын деп жатқан жоқпын. Мына халыққа қазақтың келіндері баланың санын көбейту керек деген үгіт насихат жасап жүрмін, дұрыс па? Мен бір жерден оқыдым. Әр бала туылған сайын, ол мейлі қазақ болсын, ол мейлі Қытай болсын, мейлі орыс болсын, әр бала туылған сайын, әр әйелге әр бала туылған сайын ләззат екен. Түсінікті бол үшін қазіргі тілмен айтқанда, әр бала туылған сайын кайып екен. Мен қазір сұрайыншы. Апа, сіз айтыңызшы өзіңіз, қанша бала дүниеге алып келдіңіз? Қанша? 7? Пожалуйста, 7 рет кайып. Бұл шапалақ, 7 баланың анасында. Бала шағаңыз рахатын көріңіз. Бақытты әже болып жүре беріңіз. Мынау енді жаңа көрдіңіздер ғой, Құдай-ау, менің көйлегім нашар деп киіп шыққан киімдерін. Қазір қазақтың келіндерінің киімін көрмек былай тұрдым, айтуға ұяласың. Міне, мынадан мынаға дейін ашық көйлек киіп алатын болыпты. Ол көйлектің аты да бар екен. Жота жалаңаш, жотаға қарай алағаш деген көйлек екен. Ойбай, абыстың қалайсың не көрмей қалып қой, сәлем бердің. Қуай, ақшам жоқ дейді, күшті көйлек киіп алыпсың ғой. Қалай жағдайыңыз қалай? Кредиттен құтылдыңыздар ма? Бір әйелдері болады. Мынадан мынаға дейін жырық көйлек киіп алатын. Ол көйлектің аты бәрі де сенікі, бар да сенікі деген көйлек екен. Қаяқта сіз дейме саған? Кім шақырды сені? Кім шақырды? Кім шақырды? Қалды ғой бала шаға, шет дейді. Өліп барасың ба енді? Айтып кеттім ғой, қазір магазинге барам да келем деп. Не болды сонша? Магазинге барам дедің ба? Иә. Бірақ магазин ба саған мына жер? Магазин ба саған осы жер? Мына жерден өтіп бара жатыр едім, мына музыканың дауысы шыққан соң кіре салдым. Білесің ғой мен өнерді қалай жақсы көретінімді? Өнер десе ішкен асым жерге қоятынымды. Сен ба өнерді жақсы көретін? Иә. Ойбай. Между прочим, мен саған тимегенде қазір әнші болып жүретін ем мен. Роза Рымбаевамен өлең айтып жүретін ем мен. Білесің мен қыз кезінде қандай бұлбұл әнші, бұлбұл едім мен. Саған тиіп бекерге тауық болып кеттім. Адам жұмысқа жетіп кеттім. Сен сонда маған тигеніңе өкініп жүрсің ба? Сен маған тигеніңе өкініп жүрсің ба? Ал, өкініп жүрмін, ал. Өтің жарып кетсін маған десе. Ал,
Өкініп жүр. О, Не істейсің? тоба. О, тоба. Мен бұны ағаныма өкініп жүрсем, бұл маған дегеніне өкініп жүр ғой, Құдай-ау. Бәрі бірінші мен өкініп болғым. Ой. Менің түнегім төт бөлінбей өкінем. Неменеге? Құдай, осы күлпашты мен не үшін алдым? Осы сен алмағанда, ана пернеш алғанда давно бақытты бай болып кетерім мен. Сенің кесіріңе түкке жармай жүрмін. Алмадың ба сол пернеш? Аламын деді. Қазір екі аяғын бір етке тығып секіріп жерден қоя құзыр. Күлпаш, сен маған дегеніңе қуансай, Неменеге? сен маған дегенің үшін қуанып, 30 күн ораза тұтуың керек қой, айналайын, ау. Итак, саған тигелі 20 жыл болды ғой, 5 ораза ұстап келе тұр. Күлпаш деймін, ау. Сен маған дегенің үшін бақытты болған жоқсың ба? Сен маған дейіп бақытты болып, бақыттан басың айналып жүрген ұмытып кеттің ба? Сен маған дегенің үшін бақыттысың, сол үшін бақытыңды бағала. Бақыттан басың айналып, мен ұмытып кеткенің жарамас, Күлпаш. Иә, мен бақытты екенмін айтпашы, ұмытып кеттім мен, иә. Мен бақыттымын. Мама, бақытымды көтере алмай жатыр, мама. Бақыттан басың айналып жүр деп қойды. Бақыттан емес, менің қарным ашқаннан басым айналып жүр. Болды ғой, иә? Болды ғой. Сөзіңе жауап бересің ғой, иә? Немене? Ажырасамыз онда. Ақыр сен де өкініп, мен де өкініп жүр екенбіз. Давай ажырасамыз, екеуміз екі жақта нормально өмір сүреміз. Қорқыр түріңді. Ажырасқанда қайда барасың? Саған не қой жаққа? Мен ғой қор болмаймын. Мен де Мен қор әнші болып кетемін. Сен қайда барасың? Барамын мен. Түрің болсам, бойың болса бір қарыс. Ана мұртың қара. Біреу батысқа, біреу шығысқа қарап тұрады. Жасың болса 40-та. Көшеде қаласың ғой, байқысау. Ташқы сүйреуге жарамайсың ғой сен. Айналайын, Күлпаш-ау. Не унижай мои сердце. Басталды орыс. Мне же больно. Зачем топтать мою любовь? Анық жаныма дейтін болсаң бар ма? Бір емес, 10 әйел алам. 10 әйел алып, ішіңді тұз аяқ шытпасам. Сен ба? Мен? 10 әйел. Ой, ятсыз. Мына 40-қа толғанда ақылы кірді-ау деген кездегі сөз ғой мынау. 10 әйел алам. Құдай бұған ми берген негіз, ми берген. Бірақ ненің миін берген білмеймін бірақ. Үйленгенімізге 20 жыл болды. Аузынан бір жөн сөз естімедім ғой мен сенің, а? 10 әйел деп қой. Аузың иман білмей, бүтін құман көмей өтетін болдың өмір деп күйдіріп кетсің. 10 әйел деп қойдым. 10 әйелді қайтесің, мені қарқыласай сен. Қаны осыға маған үйленер кезде, осыдан маған тисең, үлдемен бүлдеге орап қойым дедім. Кән үлдемен, кән. Үйде простыда басқа оранатын ештеңе жоқ. Жапырақ байламай жүргеніңе рахмет десейсен. Саған тиген жара чуңашкаға тиіп жапырақ байлап жүрген жақсы мен. Ойбай, қолыңды алтынға толтырып қоям, құлағыңа сыңғырлатып алтын қоям дедім. Кән, бірдеңе жарқырап тұрма, көзің шағып сыға тұрма. Қойшы. Жоғырда құлағым сыңғырлап тұрма. Қойшы болды. Ақыр айта алмай жүрген арманың шығар айтып қалдың ғой, все, ажырассақ ажырасамыз. Мен де төзім бітті. Елдер айтса айтып жүрсін, Алматыға ажырасып кетті деп. Болды. Жағымпаздан бай ажырасамыз, все. Қайтар екенсіп шындап барады соғысы. Күлпаш деймін. Киска обиделась. Күлпаш, болды. Ертеңнен бастап алтынмен аптап, күміспен қаптап. Бұл өмірдегі ең бақытты жан қылам, Күлпаш. Знан ұрсын. Осы сөзді ешіргенмен 20 жыл болды. Құлағым сасып кетті жемен. Все, ажырасам мен шаршадым. Күлпаш! Orayman deb va'da berdim, o'ldimen deb
Стильді қымбат киімді Әрбір басым бір шаты Ашықпа менің үйімді Өзіңді кемлеге сонша биіктім деп мақтайсың Дәл өзіңдей адам қылған мендей әйел таппайсың Қайта шашадым Қайта шашадым Естігімнің келгені осы меді керегі Біле білсін бар жиһаздың көркінімнен кебегі Түсіндейсің ау сен неге Салдың ғой бекер әулеге Менде еркек тапқаныңа Құдайға шүкір тәубеде Өзге ешкімге қимайтын ау Сыйлайтын ау жанымсың Бір құдайым маған берген басымдағы бағымсың Өзге ешкімге қимайтын ау Сыйлайтын ау жанымсың Бір құдайым маған берген басымдағы бағымсың Жарысамыз ба? Сен менімен ба? Ал кет! Аяғың қайда, белің қайда қалған білмей қалдым. Бол жігіт. Ақымақ еркек әйелімен жарысады. Ақылың болса өз әйеліңмен жарысты жан ұрды ма сен? Қазақта жақсы сөз бар. Үйреніп қалған жау атыспаққа жақсы дейді. Оң қалыпты қайтесің. Менімен ақ атысып жүре берсейші. Кедергі неме. Күлпаш, қош. Бәрін қояқшы осының бәрін. Қойғанда енді. Мерекенің қарсаңында бүгін мен сені бір шын қуантқым кеп отыр. Қандай мереке? Білмейсің ба не? Жоқ. Неужели забыла? Айтса енді қандай мереке? Бүгін екеуміздің отасқанымызға 20 жыл емес па? Құрып кетші бар şimdi. Өзінің туған күнін білмейді, менің отасқанымды айтып қойды. Жаным ау, бүгін екеуміздің отасқанымызға 20 жыл. Сол үшін мен саған сюрприз әкелдім. Айналай, рахмет, сюрпризіңе рахмет. Білем ғой сенің сюрпризіңді. Көзінен зырқ еткізіп бір ұрмақшы көрдім. Жоқ, Күлпаш. Ондай сюрпризге тойғым мен әбден. Күлпаш, ұрмайым. Енді несі? Ұрмайым. Әдемі сюрприз. Не? Обручальное кольцо. Мен саған уәде бердім ғой. 20 жыл бұрын бергенсің. Зато сөзімде тұрдым. Ойбай, айналам қойшы ойшын. Сен сол сыйлықты алып келсең, мен мұрнымды кесіп берейін. Вот, онда мұрның дайындай бер. Сыйлығың да керек емес. Ештеңе керек емес. Күлеке, қолымды қайтармай. Керек емес, алмаймын, керек емес. Амайсың ғой? Сенен бір сыйлық алып, өлемей жүріп, өмір бақи қарыз болып кетейін деп тұрмын ғой. Амайсың ғой? Керек емес. Болды, өткізе салам онда мен. Мен мәқ тағаса ше. Екеуміздің үйленгенімізге 20 жыл болғаны құтты болсын. Мынауың алюминий емес па? Алюминий емес. Ең қымбат алтын жалатылған күміс. Сенің құрметіңе, Күлеке. Ойбай, қар жауып кетпесе болар еді. Бұл емес. Тағы да үлкен бір сыйлық. Ол үлкен сыйлық. Не сыйлық? Ол сыйлықты сен көрсең таңғалып болатын шығарсың. Айтсайын, немене таңғалам ба, таңғалмайын айтамын. Бүгін екеуміздің мерекемізге мен жігіттерді шақырып едім. Жігіттер концерт көрсетеді бүгін сендерге. Ойбай. Керек емес айналайын. Рахмет жігіттерге. Білем ғой сен жігіттердің концертінде білем.
ішіп алады да терезенің бәрін сындырады, солма концерттерің керек емес маған. Ол ауылдағы жігіттер емес. Білем ға, әбен сәбендерің ба? Керек емес айналайын. Әбен сәбен емес, айдар бағландар ше. Ойбай. Олар тем более керек емес маған. Ана класстастарың ба? Ішіп алады да ауылға келіп ақырында өздері класстас бізде отырды да ақырында төбелесіп миымызды ашып керек емес. Күлпаш. Керек емес. Ол класстас айдар бағлан емес, жігіттер квартеті звезда олар, звезда. Айналайын. Итак, 20 жыл алдап келесің. Үйтіп алдамашы мені, пожалуйста. Сен алдап отқан жоқпын. Сол жігіттер квартеті сені шақырған қыпты олардың келгені қапты. Келді? Сен менсінбейді да олар. Көзіңді шұқтырып көрсетейін. Күлеге қарсы алыңыз, сіздің құрметіңізге жігіттер квартеті. Шын маған айтып тұрсың ба?